шындықты іздегенімен әр жерде болып қайттым да. Мен таблихте болдым, Саид Нурсиде болдым, оконцовка мына жаққа келдім, түрмеге түстім. Үйде әке ішті, семьяда адам ішкеннен кейін үйде кішкене хайуай болады, анау болады, мынау болады. Біз де сөйтіп өстік, кішкене агрессивный болып. Бір күні әкем намаз оқиды, оған таблиғ жамағаты себепкер болады. Үйде бейбітшілік болады. Соны әкемді үлгі тұтып мен намаз оқыдым. Сөйтіп жүріп, дінге қызығушылық болады менде. Мен уже медресеге түсемін. Түркістанда оқыдым. Мешітте жұмыс істедім, азаншы болып. Іздеп жүрдім да шындықты, қайсы дұрыс екенін. Сөйтіп жүрген кезде соңғы информация мына джихад мәселесі болды. Өзімді мүжахид болып есептедім, воин. Аллах. Афганистанда, Вазиристанда шариат елі бар. Ол жақта кішкентай жер шариат заңымен өмір сүреді. Бәрі нормально. Мына жақтан сосын оккупанттармен, американецтермен қарсыластық күрестер болады. Семьяларымен келіңдер деп айтты. Менде мынандай болды. Бүкіл қазақстандықтың ішінен Аллаху Тағала мені таңдады осы сондай үлкен құрметті іске. Аллах жолында күресіп, жанымды тапсыруға Аллах үшін. И сондай менде бақыт болды да. Яғни жәннат болды маған. Жұмақ. Ол жақта вообще Вазиристанда кішкене басқаша да. Жаңа мен ойлағандай, мен қуанғандай жағдай емес та ол дейді. Ол жақта мені подставлять етіп жіберді. Қараңғы жермен келе жатыр. И ар жақтан бір газель сияқты бірдеңе болды. Сораға тоқтаған кезде мына жақтан жетіп келеді ғой. Пакистанский спецслужба. Сол пуштун, өзбек бәріміз ұстап алады. Содан дейтін Исламабадқа алып кетеді. Өзбектерді Өзбекстан $30,000 алып кетеді. Бір адам. Ұйғырларды қытайлар $30,000 алып кетеді. Террористов поймали, продают өзінің еліне. Мен семьямды алып кеттім, кінәлі мен болдым. Келді мені подставлять еткен адамдарға мен әйелімді барып қойдым, семьямды алып. Дене ретінде сатып жіберді ма, құл қылып алып алды ма балаларын, білмеймін ғой. Ол жақта құлдық бар тоже. 2012-нің көктем айын, апрельде мен дейтін біздің посольство, сосын спецназ алып кетті. Өмір тоқтап қалған жоқ қой. 8 жыл жазамнан айырылсам да, Аллахтың қалауымен ертең шығамыз ғой. Мен балам өсіп келеді, балам тәрбиелеу керек, өсіру керек, ешкімнен кем қылмау керек. Сондайлар өзім мақсаттарым бар да, өзімнің. Қайғыру бар. Қазір менде тек қана шүкіршілік, тағы да шүкіршілік. Мүмкін мен себепкер болған шығармын, Аллахтың қалауымен таңдалып, чтоб шындықты айту үшін, өтірікті ашып салу үшін, чтоб шет жағасын осындай беспредел нелерін көріп, келіп нәқтан айтып, тоқтатса деген сияқты себепкер болған шығармын деймін да. Ең өмірдегі қауіпті нәрсе адам өзінің дұрыс емес ісін дұрыс деп есептеп істеуі.